Мен бүгін спирулина жайлы кішкене айтып өтейін, өйткені мен өзім спирулинаны міне ішіп тастадым. 200 таблетка ішті, 200 таблетканы бітірдім. Спирулина деген бұл нені жас көрсетеді адамды. Спирулина ішкен адам өте жас көрінеді негізі. Тоқтатпай ішу керек, әрине бір упаковкадан сразу нәтиже болмайды. Тоқтатпай ішіп, сіз күнде тамақты жеуді ұмытпайсыз, сол сияқты спирулинаны ұмытпай ішіп отырсаңыз, сізде жасыңыздан өте жас көрінесіз. И плюс спирулинаның составында Менделеев таблицасындағы барлық элементтер бар. Спирулина бұл дәрі емес, БАД деп не айтса, бұл тамақ. Бұл супер фуд деп айтылады екен, супер тамақ деп. Көрдіңіз ба? Сонда тамақта кездеспеген элементтердің барлығын спирулинада аламыз. Сондықтан бізге керек па? Әрине керек, біз тамақ жегенде сіз гарантия бере алмайсыз, оның ішінде сонда витаминдер бар ма, жоқ па? Ал спирулинаның құрамында барлық элементтер бар. Кальций, магний, железо барлығын табасыз. Сондықтан біз қымбат киінбесек те, қымбат жерге бармасақ та, қыдырмасақ та деп айтайыншы, біз спирулина ішуді ұмытпайық. Күнде әдетке айналдырайық. 2-3 таблетка ішіп жүрсек, өміріміздің соңына шейін біз өте жас көрінеміз, иммунитетіміз мықты болады. И плюс әдемі болып көрінеміз, кожамыз өте әдемі болады.